Сәлем достар, мен күнім қош келдіңдер. Біз ушу Диана күйдің шындығы айтып отырма деп ойлаймын. Давай қазір көреміз. Қажам подписчики толтырам. Видеосы подписчигін айтам мен. Қалай толтырып тастаған подписчиктердейім. Қараңдар. Видеосы 494 видео. Қазір біз видеоларын барын көріп шығамыз. Бізде бірінші видео. Таиланд транс еркектердің арасынан әлем бойынша бірінші орында. Мына қыздарды негізінде еркек деп кім айтады я? Сосын не үшін мына әйелдер мойындарын бұлай ұзын қылып алған? Бұның несі оларға әдемі болып көрінеді? Не үшін таиландтықтар ағашпен тұрмыс құрып жүр? Ал мына күшікті бір рет мазақтаған адам 10 жылға түрмеге отырады екен. Ол қандай ит сонда? Мына жыбырлап тұрғанда қалай адамдар тірідей жеп жатыр? Сосын не үшін Таиландтағылар мына куклаға бөпеге қарағандай оған тамақ беріп, киіндіріп қарап жүр? Ютубтағы әлемнің түнегі бағдарыма именно Таиландты зерттеуімді сұрап жүргендеріңізге біраз болды. Как всегда, сіздердің айтқандарыңызды тыңдаймын ғой. Ал кеттік олай болса, қазір ғана ютубқа жаңа Таиланд жайлы видео салдым. Ауыздарыңыз ашылып қалғаннан сілекейлеріңіз ағып кетпесін. Видеоны көру үшін ютубқа кіріп Диана Кю деп жазсаңыздар болды. Или қасына Таиланд деп қоса салыңыздар. Алдыларыңыздан видеоның өзі шыға келеді. YouTube каналыма тіркеліп, қазір сіздерге сол бір доставка болмағанда ужасно аяқталуы мүмкін бір оқиғаны айтып беремін. Жақын отырып, мұқият тыңдаңыздар. Балалар садикте, ал мен YouTubeға видео саламын деп күні бойы өзім мені алдап басқа дінге өткізбекші болды. Еще мешіттің алдында. Давайте басынан өткен тағы бір сұмдық оқиғаны айтып берейін. Осыдан 2-3 жыл бұрын болған оқиға. Көктемде күннің енді жылып жатқан кезі еді. Қызым да, балам да бірінен кейін бірі тоқтамай ауырып кетті. Мешітке барып оқытып келейінші дедім. Мешітке кіріп, балаларды оқытып, сыртқа шығып, такси шақырып күтіп тұрған кезім еді. Бір әйел пакетпен әртүрлі заттар сатып тұр екен. Атың кім, тұрмыс құрғасың ба, әмі деп сұрады. Үйің бар ма деп сұрады. Мен жоқ, квартирада тұрамыз дедім. Онда менің үйімде тегін тұра берсе деді. Сосын ойбай, мынау қуады екен ғой деп ойлап, жоқ, рахмет, керек емес дедім. Кейін бар ойың Аллада болсын, дұғада бол жаным деп қолыма бір қағазды оқы деп ұстатты. Бұл не десем, үй керек болса хабарлас, менің номерім тұр деді. Бірақ ол номерден бөлек тағы орысша жазулар тұрды. Не жазылған деп оқып қарасам, христиандардың отец бірдеңе деп, в общем, христиан дінін қабылдайтын дұға екен. Яғни христиан дінін қабылдауға арналған сөздер. Мен сразу не бұл, неге бұны маған бердіңіз деп сұрасам, айчо, сол дінді қабылдамайсың ба не? Деп айтты. Жоқ, мен мұсылманмын десем, әкел онда деп берген қағазын алып қойды. Как раз біздің таксиіміз де келіп қалды, сонымен үйге кеттік. Түсінбеймін, неге бірінші Аллаға дұғада бол деп айтып алып, кейін христиан дінін қабылдатпақшы болды. Басқа діндерге деген ешқандай қарсылығым жоқ, бірақ бұндай біртүрлі трюктің не қажеті бар? Мені қазір интернетте тренд болып жатқан ойынды Диана Кюдің мына бір оңбаған еркектің кесірінен осы байғұс қызды 150 еркек қосылып алып, осы 2 этажды мешіттің төбесінен жерге лақтырып, денесін машинаға байлап қойып, ол машинамен ары-бері айдап еще, үстінен аямай тас атып, соңында жағып өлтіріп тастағанын білетін бедіңіздер. Барлығы мына бір еркек сымақтың өтірік айтқан сөзінен. Ал мына бешара 14 жасар қызды почти кластастары басқа да жігіттер 100 шақты жігіт қосылып, қаншама жылдар бойы зорлап, қинап келгенінше ютубқа именно преступление жайлы ролик жасамағаныма біраз болыпты. Сол үшін қазір ғана ютубқа барлығыңыз нағыз сіздерді қорқытудың қалай қиын екенін білесіздер ма? Яғни именно сіздердің Диана Кюдің бір күндік өмірі қалай өтеді? Ал погнали. Азанда әрең тұрып бала жағамды садикке апарып тастаймын. Садиктің жанында ыстық самса сатылады. Содан 2 штук алып үйге жаяу қайтты. Жуынып алып, бірінші лимон мен жылы су ішіп, таңғы асқа жаңағы самсаны жеп
Кім кішкентай кезімде мені ұрлап кетпекші болған. Дайын болыңыздар, өйткені бұны менің туыстарым да білмейді. Точно есімде жоқ, бірақ жасым сол кезде 6-да немесе 7-де еді. Папаммен, мамаммен, папамның ол кезде әлі тірі кезі еді. Бір тойға келеміз. Кімнің тойы екені есімде жоқ. Отырып бір уақытта туалетке барғым кеп қалады ғой. Мамаға айтсам, өзіңмен қатар балаларды ал да барып келе бер деді. Ал мен ұялшақ, ешкімге менімен жүрші демей өзім кетіп қаламын ғой. Бірінші официанттардан сұрадым, туалет қайда деп. Олар далада деді. Далаға шығып ары қарайым, бері қарайым, туалетті таппадым. Кейін тағы бір адамнан сұрадым, туалет қайда деп. Ол ана жерде тұр деп алыстағы қап-қараңғы бір жерді көрсетті. Ал сол қараңғы жерге барып туалетті іздеп таппай енді артқа қайтқаным сол еді. 40-50 жас шамасындағы бір еркек мені өзінің иығына көтеріп алып әкете бастады. Сіз кімсіз десем, мамаңа айтып қойдым. Мамаң сені менімен бірге қайта бер деді. Уайымдама, кейін сені мамаңа апарып тастаймын деп айтты. Ал мен точно есімде жоқ, бірақ или мойнынан, или иығынан прям қатты тістеп алдым. Ал ол ойбай деп мені жерге түсірді, и мен жүгіріп тойхананың ішіне кіріп кеттім. Есімде еркек сәл ғана артынан жүгірді да, қалып қойды. Үйге қайтқанша туалетке бармай шыдап отыра бердім. Еркектің түрі есімде жоқ, бірақ точно біздің туысымыз емес. Қазір енді ойлаймын да, егер шынымен де сол күні мені сол еркек ұрлап кеткенде не болатын еді? И вообще-то қазір мен тірі болатын ба едім, жоқ па? Ой, ойлаудың өзі қорқынышты, шыны керек. Кішкентай Садрадиннің күз әнінің қайырмасын Садрадиннің өзі емес, Сируза Тентек. Кинотеатрда жын көріп кеткен әйел кімнің есінде? Именно біздің ужас кино дәстүрінде Құран оқып жатқан кезде, яғни сондай сцена болып жатқан кезде, бір әйел өзімен өзі тұрып, айғайлап, адамдардың өзімен өзі тұрып, айғайлап есінде. Именно біздің ужас кино. Неге колбасаны кинотеатрда жын көріп кеткен әйел кімнің есінде? Именно біздің ужас кино дәстүрінде Құран оқып жатқан кезде, яғни сондай сцена болып жатқан кезде, бір әйел өзімен өзі тұрып, айғайлап, адамдардың үстінен жүріп кетті деген өсек тарап бастаған еді. Вообще-то бұл киноны көрдіңіздер ма? Осы ужас дәстүр киноны да, небір шетелдік кинолардың қазақша озвучкасында, мультиктердің де, дорамалар бар ма, американский сериалдар бар ма, кинолар бар ма, барлығын тегін, рекламасыз, даже интернетсіз көре аласыздар. И именно мен арқылы. Ужастан сразу рекламаға өтіп кетті демеңіздер, маған шынымен де қызық. Рекламасыз, даже интернетсіз көре аласыздар. И именно мен арқылы. Ужастан сразу рекламаға өтіп кетті демеңіздер, маған шынымен де қызық. Сол әйелдің оқиғасы рас па, жоқ па? Егер бір ай и именно мен арқылы. Ужастан сразу рекламаға өтіп кетті демеңіздер, маған шынымен де қызық. Сол әйелдің оқиғасы рас па, жоқ па? Егер бір ай бойы теп-тегін интернетсізде кино көре берем десеңіздер, профильдегі менің ссылкамды басыңыздар. Ол кинопоисқа арналған десеңіздер, профильдегі менің ссылкамды басыңыздар. Ол кинопоисқа арналған дәстүрде Құран оқып жатқан кезде, яғни сондай сцена болып жатқан кезде, бір әйел өзімен өзі тұрып, айғайлап, адамдардың үстінен жүріп кетті деген өсек тарап бастаған еді. Вообще-то бұл киноны көрдіңіздер ма? Осы ужас дәстүр киноны да, небір шетелдік кинолардың қазақша озвучкасында, мультиктердің де, дорамалар бар ма, американский сериалдар бар ма, кинолар бар ма, барлығын тегін, рекламасыз, даже интернетсіз көре аласыздар. И именно мен арқылы. Ужастан сразу рекламаға өтіп кетті демеңіздер, маған шынымен де қызық. Сол әйелдің оқиғасы рас па, жоқ па? Егер бір ай бойы теп-тегін интернетсізде кино көре берем десеңіздер, профильдегі менің ссылкамды басыңыздар. Ол кинопоисқа арналған ссылкам. Сразу алдыңыздан менің промокодым шығып тұратын болады. Просто активировать деген кнопканы басасыздар и все. Егер шықпаса, мынаны көшіріп жаза салыңыздар. Тіркеліп аласыздар, аты жөндеріңізді жазасыздар, номерлеріңізге код келеді, оны жазасыздар. Неге колбасаны именно докторская дейді? Сонда оны шынымен де докторлар ойлап тауып и өздері пісіре ма? Давайте толық айт. Неге колбасаны именно докторская дейді? Сонда оны шынымен де докторлар ойлап тауып и өздері пісіре ма? Давайте толық айтып берейін. 1930
ашаршылықтан кейін ауырып азып кеткен адам тез әсер ететін и қалпына келтіруге көмектесетін тамақ неге колбаса және жұмыртқа даже тұздан басқа ешқандай приправа да қосылмаған и оның иісі деген қазіргі колбасалардан да зор болған деп адамдар айтып жатады. Сол кезде докторлар өзінің пациенттеріне сол колбасаны жие деп айтып больницада болған деп адамдар айтып жатады. Сол кезде докторлар өзінің пациенттеріне сол колбасаны жие деп айтып больницада да адамдарға докторская колбасаны берген екен. Ол кезде егер колбасада докторская деген жазылу болса, демек ол колбаса докторлардың тексеруінен өтті деген сөз. Ал қазір болса магазиндердегі колбасаның екінің бірінде докторская деген жазу тұрады, тіпті мусульманская деген де бар. Олардың барлығы өздерінің аттарына сай деп айта алмаймын. Жалпы сіздерге докторская колбаса ұнайды ма? Комментарийде жазып, Диананың қызықтарына тіркеліп алуды ұмытпаңыздар. Сіздер көрдіңіз бе? Мен ойлаймын да, Диана күйеуін не үшін сөйтіп салады, не үшін адамдарды қорқытады деп ойлаймын. Білмеймін, мен вообще білмеймін, не үшін адамдарды қорқытып, несін ашытып, кейде күлкімішті емелер шығарады, адамдарды қорқытады. Мен соны білмеймін. Так, достарым, менің арнамада тіркеліп кеттіңіздер. Менің атым Жансу деп жаза. Мені Жансу Әбдіқалықова Жансу деп жазасыңдар. Сосын мен шығам. Мен видеолардың бары шығады. Мен просто 2 видео салғам. Бірақ маған мен 36 менде подписчик. А менің Диана күйден аз, а Диана күйіні көп. Диана күйі 494-тан, а менікі 446. Ошон үчүн мен мага толтыра видео басып, комментарий жазып, сүркенін ұнытпаңыздар. Мен ушундай видеоларды көп салам. Бұрындан бері салып жүргем. Мен кичинекей жагымдан видео блогер болом деп эле жүргөм. Сосын мен бул менен кантип кошулгам дейсиз? Менин мамам аты Жазгүл Бекмухамбетова. Менің мамамның фамилиясы атын Жазгүл Бекмухамбетова. Или Жазгүл Бекмухамбетова деп жазсаңар да болады. Мен шығып қалам. Астыңыздар бе. Или Жансу деп жазсаңар, мен да шығып қалам. Жансу деп жазғанда төменгі мүттеп бара бересіңдер. Сонда мен видеом шығады. Или мынам шығады. Ушу видеоларды, или мұның бары шығып қалса, ушыны көріп, лайк басып, комментарий жазып кетіңіздер. Мен арнайы сілерге ушу видеоны салдым. Ушу видео аяқтады. Всем пока. Дағыда видео сал десе саламын.